1986 жылы 17-18 желтоқсан аралығында Алматыда болған қазақ жастарының КСР үкіметінің отаршылдық, әміршіл, әкімшіл жүйесіне қарсы наразылық іс-қимылдары. Бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы тарихындағы елеулі оқиға болып табылады. Көтерілістің басталуына Мәскеудегі орталықтың республика халқының пікірімен санаспастан Ресейдің Ульянов облысы партия комитетінің бірінші хатшысы Колбинді Қазақстан коммунистік партиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы етіп тағайындауы түрткі болды. Мәскеудің шешіміне наразылық білдіріп, 1986 жылы желтоқсанның ызғарлы күні Бережнев атындағы алаңға шыққан қазақ жастары. Рысқұлбеков Қайрат Ноғаев 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің қаһарманы. Ол 16-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйенің қарсы шеруіне белсене қатысты. Асанова Ләззат Алтынайқызы желтоқсан көтерілісінің құрбаны. Орталықтың билеп төстеушілігіне наразылық білдіріп, қаладағы жаңа алаңға, КСР Республика алаңы алғашқы болып шыққан Ләззат Асанова еріншілер қатарында «Қазақтар, кіріптарлық құлдықта өмір сүргеніміз жетеді. Біз еліміз тәуелсіздігін жеңіп алған кезде ғана азат бола аламыз» деген ұранмен шықты. Сыпатаев Ербол Мұқажанұлы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің құрбаны. 18 желтоқсан күні ауыр жараланып ауруханаға түсіп, 23 желтоқсан күні қайтыс болады. Тәуелсіздік алғаннан кейін ғана Сыпатаев туралы бар шындық ашылады. 1986 жылғы желтоқсанның алғашқы құрбандарының бірі Сабира Мұхамеджановаға 2001 жылы Тарбағатай ауданының құрметті азаматшасы деген атақ берілді. Талай қазақ қыздарым мен жігіттерін арамыздан алып кеткен желтоқсан оқиғасы баршамыздың мәңгі есімізде қалады. Егеменді еліміздің келешегі үшін жанын пида еткен батыр жастарды ұмытпаймыз.